Ертай Айғалиұлы. Мен сені сағындым әпке. Күнделік хикая. Алышу үстіне талай адамдармен жүздесіп, талай тағдырларға куә боласың. Аудандық оқу бөлімінде істегелі бері сапарға жиі шығамын. Әр шыққан сайын жаңа әсерлермен жан дүнием байи түскенін сезінемін. Бір жолы ауылдағы орта мектептің оқу тәрбие жұмысын 10 шақты күндей асықпай тексердім. Бәрі дұрыс секілді. Мен жалпы балалардың арасында болғанды жақсы көремін. Жиі сабақтарға қатысуым соның әсері болса керек. Олармен етене сөйлесіп, тез достасып кетемін. Бос уақытымда бірге футбол, волейбол ойнаймын. Сапар мерзімі бітуге таянғанда жасы 13-14-тегі баланың менің қасыма жиі үйірсектейтін, тіпті жұмыс істеп отырған бөлмемнің терезесі алдынан да оның жиі жүретінін байқадым. Танысайыншы деп оқталып оған назар аударсам, ол теріс бұрылады да асығыс жөніне кетеді. Кім ол, неге келгіштеп жүр деп ойлайтынды шығардым. Бірде мектеп мұғалімінен ол жайында сұрағанымда, Тайыр Балтабаев деген оқушы, 7-ші класста оқиды. Ұялшақтау өзі, сабағы орташа, әкесі басбоқ, шешесі байланыс бөлімшесінде істейді, деп тәптіштеп айтып берген. Бірде түстен кейін мектептен келе жатсам, анандай жерде Тайырды тағы көрдім. Оған қарай бұрылып едім, ол әдеттегінше теріс бұрылып, менің назарымнан тасалануға тырысты. Тайыр деп айғайлап, бері келші. Балалар маған жалт қарасты, қалт тоқтай қалды. Мен олардың жанына келдім де қолымды ұсындым. Тайырдың қос бетінің ұштарында секпіл көп екен. Арықша келген, шаштары кірпінің тікенектеріндей тікірейіп тұр. Жүзінде таңданыс. Жанында өзі құралпы екі бала. Бірі тасқара, оң жақ бетінде тыртық, денесі тығыршықтай. Қушекеш екенін жылт-жылт еткен жыпылық көздерінен көрініп тұр. Екінші керісінше сап-сары. Шашын да, қасын да, кірпігін де алтын жалатқандай. Басына дағарадай етіп тоқыма қалпақ киіпті. Жапырлап бәрі маған сәлемдесіп жатыр. Сәл уақыттан бір-бірімізді сынағандай үнсіз тұрып қалдық. Батырлар, өсіп тұра береміз бе? Тайыр, сен неге достарың таныстырмайсың? Дедім мен оның иығынан қағып. Аға, ол ұялған кезде кекештен сөйлей алмай қалады. Рұқсат етсеңіз, мен таныстырайын, деді Қушекеш қара бала Тайырдың алдын орап кетіп. Мен басымды изедім. Мынау Тайыр, өзіңіз атағандай, жапсырматы сепкілгет, көріп тұрғаныңыздай. Менің атым Мейрам, мені жыртық бет деседі. Мынау Әлім, жалақ ерін. Мен еріксіз жымиып күлдім де, Мейрам өз есімдерінде әйбат екен, жапсырма есімнің қажеті жоқ. Егер мүмкін болса, ұмытуға тырысыңдар. Өйткені жігіт болып қалдыңдар ғой деп Мейрамға. Ол ұялғандай төменшіктеп басын сипалақтады. Тайыр Мейрамға жақтырмай қарап қойды да, мұның осындай қитұрқы әдеті бар. Менің атымды қайдан білесіз аға, деді жаймен. Ұялшақтау екені рас болар. Сөйлеп болған соң екі беті қызарып кетті. Сұрап білдім, оған өзің себепкерсің. Маған бірдеме айтатын сияқтысың ба, бірақ ұялып жүрсің білем. Әлде Мейрам мен Әлімнен ұяласың ба? Жоқ, деді Тайыр жұлып алғандай. Бұлар менің нағыз достарым. Кішкентайымыздан бірге өсіп келеміз. Ендеше ұялма, айт, Тайыржан. Қолымнан келсе көмектесуге тырысайын, дедім мен неғұрлым жылы сөйлеуге тырысып. Ол айтарын айтпасын білмегендей қызара төмен қарады. Мейрам тағы да оның алдын орап кетті. Біз көптен бері доспыз, деді ол. Дос деген сөзге ерекше екпін беріп. Сондықтан бірімізден біріміз сыр жасырмаймыз. Тайыр үлкен хикая жазып қойды. Ол хикая қайсыз болып кеткен оның күміс әпкесі мен Ергешбай аға, 80 ата Нәует әже туралы жазылған. Ішінде біз де бармыз. Тайыр осы шығармасын сізге бермекші. Оқып, содан кітап жазсаңыз. Күміс әпкесінің аты кітапта мәңгілік қалса деген өтініші бар. Сізді сырттай білеміз. Ұлан газетінің әңгімеңізді оқығанбыз. 2-3 күннен бері сізді алыстан күзетіп жүргенінде сол. Өзі бата алмаған соң бізді ертіп шықты. Ол хикая қайда, деді мен Мейрамның сөзінен кейін, орнаған үнсіздікті бұзып. Сонсоң біреудің шығармасын иеленіп, өз атынан жазуға хақым жоқ қой. Ағатай, деді Тайыр жалма-жан. Даусында жалыныш бар. Шығарманың иесі мен ғой. Мен оны кімге сыйласам да хақым бар. Алыңыз. Егер мүмкіндік болса, өз атыңыздан жарияласаңыз. Күміс әпкемнің рухы риза болсын. Маған тек қана сол керек. Өйткені байқаймын, менен жазушы шықпайды. Күміс әпкем секілді механизатор болған жақсы көремін. Аға, алыңыз. Бізде қазір болмаса да кейін өзің шығармайсың ба дегенбіз, көнбей қойды. Ақыр осындай келісімге келдік. Алмасаңыз біз өкпелейміз, деді Әлім мен Мейрам жарысы. Жарайды. Ертең Сәскедегі автобуспен қайтамын. Соған дейін Тайыр тағы да ойлан. Сәске кезінде аялдамада тұрдым. Ойланып кетсем керек, артына біреу түртеді. Жалт қарасам Тайыр. Қолында түйіншек. Сәлеметсіз бе аға? Мінекей мынаның ішінде 3 дәптер бар, деді ол әлгі түйіншекті маған беріп жатып. Сөйткенше болған жоқ, кеудесі даладай, жалба жүнді үлкен төбет жетіп келіп Тайырға еркелей бастады. Қорықпаңыз, бұл ешкімге тимейді. Тарзан деген менің итім ғой. Күміс әпкем қаладан сатып әкелген. Ол кезде кішкентай күшік еді, деді Тайыр даусы мұңды шығып.
Әпкесін сондай жақсы көреді екен. Көзінен бір тамшы жас шығып та кетті. Көз жасын білдіргісі келмеген ол теріс бұрылды. Мен де көрмегенсіп түйіншекті айналдырып қарай бастадым. Байқап тұрмын, Тайыр әудем жерден аспанмен таласқан теректер жаққа жалтақтай қарай береді. Сол жақты саусағымен безей көрсетіп, менің назарымды аударды. Анау ергешпей ағам. Оның қасында ойнап жүрген бала Күмісбек. Байқанып тұрған шығарсыз, ол Күміс әпкемнің ұлы, деді ол баяу ғана. Одан әрі шыдамды қой деймін. Басын төмен тұқыртқан күйі маған. Жақсы аға, жолыңыз болсын. Айып етпеңіз, әпкем сағындым. Ол әлі-ақ келетін тәрізді. Өлімге қимаймын. Сау болыңыз деп сөздерін қысқа-қысқа қайырды. Мен бірдеңе айтып үлгергенше жүгіре басып, ол ергешпей ағасына бет алды. Сау бол, күбірлеген күйі қалып тұрып қалыппын. Тірлік таусылған ба? Анау-мынау шаруалармен жүріп Тайыр берген түйіншектердегі 3 дәптерді қарауға көпке дейін уақытым болмады. Ақыры барлығын сырып қойып, бір күні түңделетіп дәптерлерді қолға алдым. Кәдімгі оқушы қолымен толтырылған 3 дәптер. Бас алмай оқып шықтым, ұнады. Әрине тұтастай алып қарасаң, көркем дүниеден алыс жатыр. Бірақ мұнда балан таңғажайып, кіршіксіз, ішкі дүниесі, пәк көңілі, сағынышы, қалай әдем берілген десеңізші. Мен осы бір нәзік жіптен айырылғым келмеді. Бүгін тастап кетсем, ертең айырылып қалатындаймын. Бірақ қалай бастауым керек? Ақыры хикаяны Тайырдың атынан баяндауға шешім қабылдадым. Құрметті оқушым, оқып көріңіз. Осы шығарма сіздің де сағынышты бір сәттеріңізді қозғап, сонау өткенге жетелеуі мүмкін. Тайыр шығармасының басына күнделік хикая деп қойыпты. Өзгертпедім. Күнделік хикаяның атын байқап отырған боларсыз. Менімен кездескендегі Тайырдың соңғы сөзін қойдым. Жап-жасыл раң бетті мойнымды қытықтады. Тәмпіш танауымды әдемі хош иіс жарып жібере жаздап, түшкіріп жібердім. Содан кейін тамағыма тірелген өксігімді баса алмай ықылық атып жаттым. Аузым ап-ашық кермек татып кетті. Түкіргім келді, түкіре алмадым. Дәл арқама жалақ әлім қонжиып отырып алғандай. Тұра алмадым. Керемет шаршағандаймын. Күн шуақ қыздырды ма білмеймін. Денем балбырап, еркімнен тыс кірпігіме жабыса берді. Көз алдымда әппақ тістерін көрсете күлген әпкем тұр. Әне қолын бұлғады маған, қоштасқаны ма, о несі екен. Күміс әпкем қызыл көйлегі жер сыза көлбеңдеп біртін-бірте ұзай берді. Оп-ұзын қара шашы алдын жапқан. Бәлкім өзі жиі айта берер алыс арманына асығып барама. Әлде менің арманым шарқ ұрып Күміс әпкеме іздеген батыр тұлғалы жігіт бекен оны шақырған. Ғажап. Мамамның тегеші сияқты дөп дөңгелек ыржия күліп тұрған жалқын ай көрер көзге 2, сосын 4 бөлікке бөліне сала аспанның 4 бұрышына орналаса қалды әп-сәтте. Орналасса, төртеуі де 4 жақтан өткір сәуле төге бастады. Айнала жап-жарық. Күміс әпкемнің алдында айдың көл жатты шалқып. Жал-жал толқындар ашу шақырғандай бұрқ-сарқ көтеріліп айбат шекті. Кенет аспан қақ айырылып кеткендей шатырлаған дыбыс құлағымды тұндырып жіберді. Қорыққанымнан денем қалшылдап кетті. Шалқар көл әлдеқандай құдіреттің күшімен Күміс әпкеме қақ жарылып жол ашты. Су айрығында ғайыптан пайда болғандай еңгезердей біреу пайда бола қалыпты. Қолында селебе пышақ, жарқ-жұрқ етіп, көз шағылыстырып тіптен. Мен айғайлап жібердім. Әпке деймін. Селебе пышақты маған жалт қарады. Тұла бойы мұзды су құйып жібергендей қалтырап қоя берді. Жомарт қой мынау. Көмекке барғым келді. Аяғым жерге желімделіп қалғандай қозғала алмадым. Қиық айлардың ып-ыстық болып күйдіріп бара жатқан сәулесінен не жарқ-жұрқ ете жанарды қарған селебе пышақтан жасқандым ба, жалма-жан алақандарымды мен көзімді бастым. Дәрменсіздігім бе, күйіндім білем, солқылдап жылап жіберіппін. Қайталай беремін бір сөзді. Қанішер, оянып кетіппін. Жаңа ғана Айнакүлге қарай құла перен жүгіріп келе жатқанымды білемін. Одан соң әлде бір түбіртекке аяғымды оңбай соға құлағанымды білемін. Өзім сенбей бір-ақ уақыт жаттым. Шынымен жылаған болармын. Бетім, білегім шылқымай су. Өкпемді суырып алардай ықылық тиіп қалыпты. Аузым кермек татиды. Бүткіл денем быршып терлеп жатыр. Биікке шығып алған күннің өткер сәулесі шекемді тесіп барады. Каникул басталғаннан ылғи жалаң аяқ жүгіргеннен қара қошқылданып, бұж-бұж қайыс болып кеткен табаныма ойда жоқ жерден ып-ыстық жылбысты нәрсе жабыса жорғалап бара жатқандай сезіндім. Шошып кетіп басымды көтерсем, Тарзан. Қорыққанымды Тарзанға білдіргім келмеді сірә. Ой, күшік неме, кет деймін Тарзан. Созалаңдай орнымнан тұрып, Айнакүлге беттедім. Аяғыма таспайлап қойғандай жүре алсамшы. Енді әнеу құлағы тікірейіп домалаң қағып жүрген Тарзанды әпкем қаладан сатып әкелген. Күміс әпкем. Қолдары менің көкемнің қолғаптарындай үлкен, бойын арқамыздай ұзын. Қауға сақалы өңірін жапқан 80 атам әрдайым көңілді жүретін. Апам ылғи айтып жүруші еді.
Сенің әкеңнің ағасы маған қайнаға болады, сенің атаң болады деп. Биыл мектепке барамын, ал ондай ештемемен жұмысым жоқ, кешке дейін ойын қуатынмын. Кейде таңертең көзімді тырнап, ашар ашпастан құлдыраңғаға жүгіре атамның ауыл шетіндегі тәпене тамына беттеймін. Менің кішкентай бауырым келді. Жылы сөйлеп келіп, күміс әпкем ып-ыстық еріндерін тигізе маңдайымнан өбетін. Сонсоң, апа, Тайыр келді, Тайыр, дейтін балаша дауыстар. Мен келгенде әпкем осылай қуанатын. Келіп әжесіне сәлеп бермес пе екен? Сөйтіп төрге шықпас па, жігіт адам деген, дейді әрқашан Науат әже даңғарадай сөйлейді тоқпақтап. Мен ышқырымды бір көтеріп ыржия күліп, қолымды әжейдің бүкіш алақанына саламын. Науат әже, көп жаса ұлым деп күбірете қалатын. Өңірі ою камзолының жаңғалтасынан әжем кәмпит пешенелерін бір уысын қос қолдай созған алақаныма саудырата төгереді. Сәлден соң әпкем осы үйге келгіштеуімнің басты себепкері көкшіл тракторын дүр еткізіп от алдырып, терезесінен қол бұлғай мені шақыратын. Апыл-ғұпыл трактор тепкішегіне жармасып жатқан мені ол нәп-нәзік бірақ күшті қолдармен тыраңдата көтере кабинасына енгізіп алатын. Ол әлденелерді айтып аузы қимылдайды. Естімеймін. Деймін. Трактор гүжілі өз даусымды өзім естіртпей жұтып жібереді. Күміс әпкем күріштей аппақ тістерін көрсете күледі. Оған ілес мен де күлемін. Сөйтіп трактормен ол төңіректі даңғыз ашуға бөлек қақпадан шығамыз. Ол тракторының темір мұржасына түтінді бұрқ-бұрқ еткізіп, айнала жүнмен ызғытады дейді. Кейде әлім, кейде мейрам көре қалса, желмен жарыс барысқа маған қызыға қарайтынын байқаймын. Ондайда менде еш жоқ. Оларға қарамағансып, өзімше қоқиланамын. Сәлден соң әпкем мені түсіретті, өз үйден ұзап бара жатып, кабина терезесінен қол бұлғайды. Мен сұр далбайының екі құлағы делеңдеген 80 атамның ең ақ ешегі артында жалбия жабыса отырамын да қауындыққа не жантақ шабуға аттанамыз. Көбісін гүмп-гүмп пісіп, үйде жалғыз қалатын Науат әже. Кейде қиқайып 80 атаға ергім келмегенде ызытып достарыма кетемін. Көбінесе бірге ойнатындарым Мейрам мен Әлім. Мейрамның алдыңғы екісі бірден жоқ. Оң жақ бетінде тыртық, өзінің әңгімесі мынау. Бір күні қалаға бардым, екі қолымды қалтама салып, ысқырып, көшенің қақ ортасында келе жатсам, бір құрттай ғана күшік аяғыма орала берді. Әкесін танытып бір тептім. Сөйткенше болған жоқ, қаланың бұзықтары қара құмырсқадай қаптап кетті. Біразға дейін берілген жоқпын. Содан кейін ештеңе білмеймін. Bir кезде тұрсам, арықтың жағасында мұрттай ұшып жатырмын. Көзімді ашуға тырыссам да аша алмаймын. Жағым удай ашиды. Дәл қасымда бағана құрттай күшік аузы қанған болып, маған басын қисайды, таңдана қарайды. Сөйтсе мені пышақтап кетіпті. Бәлки өтірік, бәлки шын. Бізді Мейрам осындай әңгімешіл. Езуіңді күлкіден жидырмайды. Өзі нағыз тасқара. Әсіресе жазда тек тістері ғана жарқырап, жыпық көздері анда-санда көмір тәрізді жылт-жылт еткені болмаса, көрінбей кететін. Біз оны ылғи да жыртық бет атаймыз. Әлімді саржалақ дейміз. Әсіресе жаз болды дегенше, дүрдігеріне тілім-тілім жарылып, кейін қызыл шақаланып кетеді. Басына қара шляпасын мыжырайта тастамайды, онымен істемейтіні жоқ. Керек кезінде ішіне құм толтырып, мәшіне етсе, зәуде ішінде арыстай ойнап қалса, аспанға әулете лақтырып самолетті етеді. Саржалақ Айнакөлдің суын кесіп, ала мөлтілдете бас қойғанда сірәді қызықпайтынымыз жоқ. Телегей Айнакөлдің суы жетпегендей таласа тармаса шляпеден су ішуге құмартамыз. Секпілің жұғат дейміз, секпілбет деп. Саржалақ кәдімгідей шыж-быж болатын қайтерсің. Секпілбеті әрине мен. Дөптіңгілік бетімнің үсті толы тарыдай секпілдер. Әлбетте бұларды кетіру үшін істемеген айлам жоқ. Күміс апамның тракторының айнасына қарап, талай-талай әйнекпен қырдым, кетпеді. Айнакөлдің шеге құмы да тырналаған бұл беті. Бәрібір кетпеген. Сонсаң амал нешік Секпілбет атты жамау есімге мойын ұсынуға тура келген. Атама еріп қойдың кезегіне кейде жантақ шабуға мен жиі барғызатын магнит бар. Ол ертегімен қисса. Қауғадай сақалын тарамдап 80 атам ертегі айтам дегеннен ақ аузым ашылып бар дүниені ұмытатынмын. Бір ертегіден соң бір ертегі. Атам айта берсе, мен тыңдаудан жалықпаймын. Зыр жүгіре қойдың о жақ бұ жағын түргеннен кейін ертегі айтылады. Жантақты атам шалғымен сусылдата орады. Мен өзімнен үлкен айырды қолапайсы ұстап дестелеймін. Талабыңнан айналдым, міне жігіт. Атасының қолғанаты ғой дей жүре 80 ата менің 10 дестемді қосып үлкен етігімен тепкілеп бірақ дестетеді. Мазалап қоймаған мұрнымды қайта-қайта тартқылап ертегі дәмететінмін. Атамның қалтасынан шақшасы түспейді. Насыбай түкіре отырып, сығыр көздерін одан әрмен сығырайта алыс көкжиекке тесіле қарар. Сөйтіп жарқышақ қоңыр дауыспен кейде түрлі қиссаларды бастайтын. Атам жыр ырғағымен бүткіл денесі селкілдей отырып қиссаны жырлар еді. Алпамыс, Қобыланды батырлар жырларын жатқа соғады. Қиссаның қашан соңына
жеткенше асығатымын. Кейбір қатты ұнаған жыр жолдары қазірге дейін есімде. Бүктеле беріп жазылып, бурылы бұлқып бүгіледі. 6 қабат орынан, 7 қабат қаладан қояндай ырғып жөнелді. Өсіп кейін өзімше қос қазанбас досыма жырлап беремін. Олар кәдімгідей таңғалады. Әр ертегі сайын шырын шоколадтар мен қалтама түсіп жатады. Қолдан жалаң қылыш, астымда шыбық тұлпар, жанымда қос батыр, талай жаудың қалаларына ойран салдық-ау. Күміс әпкемді керемет жақсы көретінмін. Оның да мен дегенде жаны бөлек. Ауыл ортасында жүрсе, тракторына мен мінгізіп алатын. Көктемде қызғалдақ қаптаған күреңсе далада екеуден екеу серуен құрамыз. Әпкем сыңғыр дауыспен сызылатын, ән салғанда маған барлық дүние құлақ тіге үйіп тыңдағандай көрінетін. Күле беретінбіз. Жаз болды дегенше біздің құдайымыз береді. Қолы қалт еткенде менімен бірге әпкем Айнакөлге суға түсуге барады. Ешкім көрмейтін, ешкім білмейтін көлдің жайпауыт тұсы бар. Су ішінде балықшы ойнайтынын қайтерсің оны. Бір-бірімізді қуып жалақ ойнаймыз. Әбден сілеміз қатқанда жағалауға шығып, солығымызды басамыз. Әпкемнің сондай бір сәттерді арқасында көзім түсіп кетті, топ-топ ағысып. Түйенің жалқы өркешіне ұқсайды. Балалық аңқаулықпен қарап қалғанын сезсе, ол сәл-пәл қабақ шытқандай болар еді. Сосын күлетінде менің назарымды басқа жаққа аударуға тырысатын. Не сұрамаймын да. Ыңғайсызданғанымды білдіргім келмегендей жалма-жан қармалап, қиыршық тастардың бірін көлдің төріне құлаштай лақтырамын. Мені лақтырған тастарым бірінен соң бір шомпылдап көлдің жақын тұсына түсіп жататын. Бірде апам айтты: "Тәп-тәуір қыз, бір үйдің шаруасын дөңгелентіп ақ жібереді. Әттең ана құныстығы. Бишара қыз 30-дан асты, кәрі қыз деседі." Жұрт тап бір ауырлығы өздеріне түскендей кекеп мұқап. Бақыты ашылып, ана кемпір шалға қарасып тұратын бір жігіт кездессе қанеки, сормаңдай қыз ана ергешпей ақ тисе ұшпаққа жеткізбес пе? Мен мамамның көпке дейін осы сөздерін ұмыта алмадым. Құныс, кәрі қыз, бір жігіт, ергешбай. Осы 3-4 ауыз сөз мені мазасыз халге түсіреді. Асқабақ басымның іші небір қилы ойларға толып кетті. Апамның айтуы бойынша, жақсы жігіт табылса, күміс әпкем мәңгі бақи бақытты болады. Бақытты. Меніңше әпкем ауылдағы ең сұлу қыз. Жігіттердің басында түк ми жоқ. Әлде әпкеме сөз айтуға батпай ма? Кейде саусақтарымда бүгін жігіттерді түгендей бастаймын. Жігіт болып өздерінше шіреніп жүргендерді көз алдыма бір-бір елестетіп шығамын. Қайсы шақ келер екен менің күміс әпкеме? Қайсы, Әйтсе де бір пияншік деймін өзімше күбірлеп, ешқайсына көңілім толмай. Менің арманым әпкеме ғажайып бір жігіт тауып беру. Обалы нешік тізімнің ең соңында ергешбай падашы да жүреді. 40-қа жетіп қалған қақсал ғой дейтін жыртық бет. Оның үстінде саңыраудың саңырауы. Атам айтпақшы, саңырауға сәлем берсең атаңның басы дейді дегендей, күміс әпкем бірдеңе десе, ана шойын жұдырығымен бір періп өлтіріп таста қайтпекпін. Жоқ, болмайды деп ойлана отырып үзілді-кесілді басым шайқаймын. Жыртық бет ылғи өзінше білгішсініп жүреді. Тасқараның білмейтіні жоқ дегі. Бірде Айнакөлдің салқын сабаты суына үшеуміз шомылып болып, жағалауды трапай асып жатқанбыз. Анадай жерден қырғыз бөркі қисайған, ауған жүктей ат үстінде бір жағына қисая отырған салт атты көрінді. Шақырайған күн сәулесіне шекеміз енді тыртысып келе жатқан біз көздеріміз сығырая ергешбайды жаңа көргенде қадала қараппыз. "Ахей!" деді бізге жақындай бере. Ол айғаға басып, қамшысын басына айналдырып бұлғаңдатып. Біз сықылықтап тұрып күлдік. Өңшең балықтар ей, тұрайып жатқанша еңбек еткен қалай болады, Біз дегеннің бала кезімізде қыс жаз демей тынын таппайтынбыз. Осы күні кәукиіп қаусаған шал болған кәдімгі Төленді білесіңдер ме? Сол бұрагат болған. Сәл қисаңдасаң болды, құйрықтан таспа алатын. Ал сендерші? Қолыма берсе шіркін сендерді деп, ал күжілдеп ат үстінен алып денелі созылаңдай түсіп. Өзі тәрізді күржік денелі, аяқтары жуан, құйрығы келте, жалы ұзын күрең атын ол күректей алақанмен қамшы саларынан бір шапаттап суға айдап жібереді. Ергешбай бізге беттегенде көлік көншегімізді іле-піле анадай жерге зытып отырдық. Ыржия күліп, ол қырғыз қалпағын қолына ала аңтарылып тұрып қалды. Өз тәрізді үлкен адамдармен оның тілдеспейтінін, зәуде тілдесе қалса қабағын түйген күйі шаруа жайымен бірнеше ауыз сөзді сатып алғандай күңк ете айтып қана қоятын біз 5 саусақтай білеміз. Балаларды көрсе анадай жерден айқайға баса, қашан жеткенше асығады. Айғайлап сөйлеп, ақылын айта бастайды. Әрине құлақ естімеген соң айқайлап айтпағанда қайтып айтар еді. "Әй, мырқымбайлар ей, тоқтаңдар деймін, мен де ойнағым келеді. Келіңдер, ойнайықшы" деп ол сөзінің аяғын жалынышпен аяқтағандай бәсеңдетіп, қос қолын ұшар құстай қомдап бізге таяды. Біз бір-бірімізге қарадық.
Жыртық бет өзінше білгішсінді. Ол деген өтірікші, білесіңдер ғой, ана көшедегі шарлатанды күресейік деп тобығын шығарып жіберді емес пе? Оның есі дұрыс емес, жынды. Саржалақ Ергешбайдың көзін алмаған күйі ерін жалады. Ішкі дүниемді менің де қорқыныш жайлағандай. Құлағымыз қалқия тәлтиіп тұрып қалдық. Ергешбай ыржиды. Сол ыржиған қалпы бізге қарай қадам аттауы мұң екен, бәр пәтімізбен ауылға қарай домаладық дерсің. Білесің бе, Секпілбет, Құдай ақы бар ғой, сенің әпкең Күміске мына жынды саңырау өлердей ашық, дейді қой жұрт. Күміс апа анадай жерден келе жатқанда жаннан тайсалмас дәуің ығысып жол беріп, өзінше қырғыз қалпағын жөндеп, үсті басын қаққыштап әлек болады да қалады. Соның өзің байқаш. Күміс әпкең жанынан өтіп бара жатқанда ол қызарақтап төмен қарайды, деді Жыртық бет ентігін баса алмаған күйі. Шікінай, білгіш болсаң ашық деген не өзі, деп қабырғалар тыраңдап көйлегін киіп жатып, Саржалақ тіл қатты шекілдей. Төө, сармысығым-ай. Мияу дегеннен басқа білерің бар ма? Ашық деген ашық жақсы көру. Мұны бір мен емес, жұрттың бәрі айтып жүр. Жыртық бет, енді естісем аузымды қан қыламын. Күміс әпкемнің мынау деген жігіті бар, деді мен ызаланып. Өтірік айтпа, Секпілбет, Ергешбай қандай күшті деген, бір тайлақты қой сияқты сирағымен ұстап дырылдата сүйрейді деген. Сенің әпкең кәрі қыз, әрі құныс деген, деді ол да танбай. Жеме-жемге келіп күресе кетсек, бірде мен шығамын. Пәлекет қайсар. Талай шекісіп, талай қатты жарыстық. Енді мінеки танауы делдейіп, келсең кел, дейді. Құныс дегенде ызадан көздерім тұманданды. Мұрын беттеме бір пердім, ол да бір пердау деймін. Көзімнен от жарқ етті. Тіресе кетті. Қалай екен бәлем, оның мұрнынан дірдектеп қан ағып тұр. Ол менің оң көзім бір көріп, бір көрмейді. Сол кезде шляпасы қауқиған әлімді көріп қаламын. Қытқыттап өзінше қиқулайды. Ауыл шетіндегі ескі тамның ығында біздің жекпе-жегіміз біразға созылған. Әбден сілеледік. Екеуміз екі жерде шоқиып отырмыз. Ана жерде шляпасын астына сала малдасын құрып мұрнын тартқылаған Саржалақ отыр. Қаперсіз. Біз бірімізге жалтақ-жалтақ қараймыз. Жыртық беттің қандағы жұға айдақ-сайдақ болған бетін қарап мен мырс етіп күліп жібердім. Ол да күлді. Әлім екі қолы ербеңдеп күйі өзінше мәз. Біз Айнакөлге қайта келдік. Ергешбайдың жағада ізі ғана жатыр. Бізге бөлген күйі ат-матымен суға түсе жоқ болып кеткен тәрізді. Саржалақ шляпасын бұлғаңдата осы сәт айғайлап жіберді. Жазуды қара, деді ол алтын тапқандай даурығып. Сусыңды болған жағалаудағы жаңа қана сырықтың ұшымен жазылған әріптерді көрдік. Арамызда осындайды білімдарымыз Мейрам. Анау-мынауды ежіктеп оқи береді, ағасы үйретіпті. Мейрам басын қасып біршама тұрды. Және сосын ыс, деді ол ежіктеп. Мейрамның өз оққанын ұмытып, сүрініп қабынып қайтадан бастады. Әлім аңғарып қалыпты. Күміс деген. Ергешбай саңырау жазған ғой, шынымен ашық екен, деді ол жаңалығын жария етіп. Мен бұл жолы ызаланған жоқпын. Тек арбиған жазуларға шұқшия қарай беріппін. Біздің ауылдың жазы ыстықтығы жөнінен Африкадағыдай асып түспесе кем бола қоймас. Ауылдың үлкен-кішісінің барлығы түтінге қарайып кетеді. Күннің тас төбеден шақырауымен істінса жақсы. Сексеуіл, жыңғыл тәрізді бұталардың ұштарын ып-ысы улы тілімен тітіркендіре қозғалақтатқан аңызақ соғып бір бергенде жаныңды қай жерге қоярыңды білмейсің. Тарзан екеш Тарзанның өзі үйдің қып-қысқы көлеңкесінен демеу таба алмағандай жиі тұншығақ қыңсылайды. Тырналап жерді қаза-қаза үйдің іргесін кәдімгідей өңгіп тастады. Менің жаным ашиды. Бар көмегім күн күйдірген жерді аяғымның ұшымен басып, бақырашпен жылымшы татып кеткен суды оның ит аяғына шүпілдете толтырып қоямын. Кейде апамның көзін ала бере Айнакөлге түсіп қайтамын. Содан үйге жеткенше бет-аузым тырысып әбден мазам кетеді. Шіркін, басыңды қылтитып қойып суға түсіп жата беру қандай айбет. Өйту қайда? Желкеден төгіштеп отырып, апам мені бөлмемізге сүңгітіп жібереді. Әгерге суға түскенімді білді дегенше менің төбемнен қараспан төңкерілтей берді. Кештете кіл қара домалақтар бір сиырдың құйрығынан ұстап үйді-үйге қуалаймыз. Түкті сезінбейтін қауға бастар клуб жақтан естілген әнге елегзи құлақ түре киноға баруды сұрап қыңқылдаймыз. Апам да көкем де келісіп қойғандай-ақ менің бұл өтінішіме қарсы. Апам байланыс бөлімшесінде істейді. Көкем есепшотты шекілдеуікше шашап, шағып қағатын есепші. Кейде көкеме таң қаламын. Есептен өзге оны ештеңе қызықтырмайтын тәрізді. Түннің едәуір уақытысына дейін әлдебір қағаздарды аударыстырып, шыт-шыт шот қағып отырады. Бірде көке не есептеп отырсың, дегем сол жақтауына жармасып. Жымия қарап ол отырды да, жұлдыздарды есептеп отырмын, дейді жай ғана. Мен таң қаламын. Жұлдыздарды есептейді екен-ау. Киноға жібермегенге іштей назаланып, өзімнен 2 жас кіші інім Тайнұрды себепсіз келістіріп тұрып сабап аламын. Апам мені алда-жалда мейірімі түсіп киноға рұқсат бере қойса, ол жаманның 2 аяғымен жер тепкілеп жылайды.
немесе көйлегімнің артынан жармасып қала қоймайды. Құлындаған дауысы құраққа шығып шыңғырып жатқан маған қайдағы кино, әрберде қыңқылдап болмай бара жатсам құйрыққа ащы шапалақ тиеді. Сен көрмейтін кино, баласың. Ықылық атып жатып қалай ұйқыға кеткенін білмей қаламын. Не екен білмеймін, күміс әпкем дегенде апам ішкен асын жерге қояды. Әпкем айтса бітті, оның айтқанын бәрін істейді. Өзіңнің жекеменшігінің ғой, дейді маған қарайды. Менің күткенім сол, атып далаға шығамын. Қызық кино келсе, концерт келді дегеннен қапысын тауып құлақ берен күміс әпкемнің үйіне зымыраймын. Күт, дейді ол кекілімнен аялай сипап. Кеудемді қуанышқа толтырып, қайтадан үйге күдей ұшамын. Тасқара мейраммен шекісіп қалған күннің кеші болатын. Көйлегімнің жыртылғанын апама білдірмей-ақ дегенмін. Тайнұр біліп қойды. Көзімді барынша бағжитып жұдырығымды көрсеттім. Бұл әйтпесе дегенім. Десе де ол жеткізді. Енді міне тиесілі сыбағамды ала, үйдің алдындағы төбешік үстінде көйлексіз отырғаным. Клуб жақтан естілген ән, иттердің үргені, бірен-саран машиналардың гүрілі болмаса, ауыл тыныштық құшағында. Күміс әпкем де мана келіп үйдің қасына тракторын доғарған. Бір алыс бір жаққа кетіп қалсам, апам мен көкем іздесе, кетіп-ақ қалар ма едім. Көз алдыма жанарлар от боп жанған, тістері ақсиған қасқырлар елестегенде бұл ойымнан бас тартуға тура келеді. Қомбыландының көк бурлы тәрізді атым болып ту алысқа ұшсам, саңырау ергешбай тәрізді күшті болсам, қолымда автомат фашистерді қырсам келіп. Сосын маған медаль берсе. Тайыр, қайдасың? Таныс дауыс. Күміс әпкем ғой, біздің үйден шығып тұр. Мен қалай байқамағанмын? Қасында апам, мен мұндамын деп, мен төмен қарай домалап жүгірдім дерсің. Мә көйлегің, әпкемнің киноға барып кел. Оны жігіттер алып кетпесін, байқа деп күліп апам. Біз клуб алдына келгенде жұрт жапырлап ішке кіріп жатыр екен. Ойда жоқта бір бейтаныс жігіт біздің алдымызды кес-кестей берді. Күміс, көп күттірдің ғой, оқуға мынау батыр сенің інің бе деп ол жылжырай тіл қатып. Менің інім Тайыр, танысып қой ағаңмен. Біздің совхозға шөп тасуға көмекке келіпті деп күміс әпкем жалма-жан. Кел, дос болайық, менің атым Жомарт деп ол маған қолын ұсынды. Өпілген адамның баласынбай сөйлескені мен үшін таңсық болды. Содан ба әйтеуір қатты ұялсам керек, әпкеме тығыла бердім. Тайыр, ұялма, жігіт адам ұялам екен деп жатыр күміс әпкемде. Самала жарық залға кіргенде мұрынды бір тартып қойып Жомарт ағаға бажайлап қарап алдым. Қалың қияқ, мұртты қызыл шырайлы келбетін үйлесіп-ақ тұр. Сөйлескен кісісінің ақшақарқындығымен тез баурап кететін қасиеті болса керек. Әйтпесе менің күміс әпкем анау-мынау жігітке қарар ма екен әуелі. Бәлки осы Жомарт ағаға ашық болса ше. Есіме ергешбай түсті. Әгерге көрсе болды, ол дүлейің. Жомарт ағаны түте түсесін шығармаса, маған кел. Әлде ол күміс әпкемнің мәңгі бақи бақытты болуына қарсы ма? Кино жүріп жатты, кино маған ұнамады. Ал менің бар ойым әпкемнің болашақ бақыты жайлы болды. Жомарт аға күміс әпкемді өз ауылына әкетпесе жақсы болар еді. Осындай қалса ғой шіркін. Онда атам, әжем қуанар еді. Әпкемнің тойына да атам үлкен серкесін сойып салады ғой. Әрине, бақыт, күміс әпкем және Жомарт аға, бақыт, мені бөбек етіп адамдар бесікке салған ба деймін. Тербетеді келіп. Оянып кетсем балбырап ұлпан төсекте жатыр екен. Көзім шырадай ашылды. Таң атпақ түгіл көгілдір пердес ысырылған терезеден еден шағылыстырып, күн шуағы молынан төгіліп тұр. Кино қайда, күміс әпкем? Түндегі ағашы, түсім болар бұл. Жоқ. Әпкем жүзі нұрға тола жымиып, әне бөлмеге кіріп келеді. Ұйықтап жатқан болып көзім жұма қойдым. Қолана сығырая қарап жатырмын. Ту, қандай сұлу. Әдеттегідей тым-тым қуанышты өзі. Тайыржан, қандай ұйқышылсың өзің? Болашақыңа алып дәуі болармысың деп ол теріс қарай беріп. Ай тәрізді сарғыш сырғасы жалт-жұлт ұшқын шашы әпкемді көріктендіре түскендей. Өз-өзіме сенбей таңырқап жатқан мен мұнда қалай жеттім деп ойладым. Ұйқы басқанда бар ғой, мына асқабақ басы еркіме көнбейді. Мұндай кезімде 80 ата әр жерден сойдиып тұрған сирек тістерін көрсете күліп мәз болады. Мына патшағар ішіп алған ғой өзі, дереу жатқызбасаңдар шатақ шығару мүмкін. Насыбайын атып рақаттанып отырған атам кеңк-кеңк күлді. Күміс әпкем жымияды да қояды. Сосын мен кекілімнің бір сипап төсек салады. Тайыржан кел, орныңа жата ғой дейді жұмсағыммен. Түндегі аға қайда деппін көзімді ашар-ашпастан. Әне күміс әпкем жақындап келеді. Еңкейгенін біліп жатырмын. Алайда ергешбай денелі алып болып өседі. Ауылда қандай ауыр жұмыс болса, сонда ергешбай жүреді. Кейінгі жылдары сиыр бағып бадаша атанады. Үйі жоқ, күйі жоқ. Құлағы ашылған соң ергешбайдың сөзі де есі де түзеліп кетті. Сонымен әпкемнен хабар болмады. Мен ол әперген киімді сықия киіп, сөмкемді ұстап мектепке бардым. Менімен бірге әлім мен Мейрам да барды. Уақыт сырғып өте берген. Сабақтан кейін күнде атам мен әжеме соқамын. Ол кісілер мен келгенде кәдімгідей серпіліп қалады.
Қанша білдіргісі келмегенмен атам мен әжемнің жүздерінен көңілсіздікті байқаймын. Жақсы көрген әпкемнің соншалықты хабарсыз жатқанына кейде өкпелеп қаламын. Неге үйтті екен? Мені сағынбаса да атам мен әжемді аясашы, қайда жүргенін айтып, ең болмаса хат жазашы деп ойлаймын. Оңашада ойласам көзімнен жас ытып кетеді. Күн райы да менің көңілім сияқты. Аспанды қалың бұлт торлаған. Анда-санда тырс-тырс тамшылар тамып қояды. Күз айы ғой бұл. Әпкемді ойлап сағынып келемін. Жаңа клубтың алдында өтіп бара жатқанда көз алдымнан бұлдырап кеткен сөмкем ап-ауыр. Әпкем осыны алдын ала ойласа керек, арқама асып қоятын сөмкені әперіпті. Сонда да зілдей. Әнеу тұрған қызыл шатырлы кішкентай үй әпкемнің үйі. Мен сонда беттедім. Асығу керек. Мені атам мен әжем күтіп отыр. Әнеки үйдің алдында атам шықты. Маған қолын бұлғады. Бұрын бүйтпейтін, не болып қалды екен? Әлде әпкем келді ме екен? Келсе неге менің алдымнан шықпайды? Осындай сауалдар мазалағанмен асығып келемін. Келдің бе Тайыржан? Хат келді әпкеңнен, деді атам асыға әрі қуана сөйлеп. Оқышы, дейді атам мен әжем қабаттаса. Мен қайбір жетістіріп оқиын, әріптерді жаңадан үйрендім ғой. Әріптердің басын құрай алмай әбден берекем кетті. Тер одан да бұдан да ақсын. Қанша тырыссам да бір-екі сөйлемнен ара салмадым. Атам мен әжемнің тықырши бастағанын біліп отырмын. Ақыр болмаған соң көрші үйдің менен ересек қызын шақырып келдім. Мейлі, оқи алмасам кейін оқимын, келесі хатын оқимын. Әйтеуір әпкем аман келсе екен. Мені сұрапты. Сұрағанда қалай оқып жүргенімді, сөзінің аяғында жақсы оқысын депті. Ал өз жатақханада орналасыпты, құрылысшы болыпты. Енді әлім жамандап көрсін. Тағы анау-мынау құрылысшы емес, теледидардан күнде көріп жүрген үлкен-үлкен үйлерді салады. Қуанып жүрдім. Осыдан кейін-ақ әпкемнен жиі хаттар келіп тұрды. Алғашында апам кішкентай етіп үлгі хат жазып берген. Соны бос уақытымда әзер көшіремде әпкеме жіберемін. Кейбір әріптерді үйреніп жазатын болған соң, бұл көшіргіштігімнің әбестігін біліп, өзімнің ойымды ғана жазатын болдым. Дегенмен қай хатым болса да былай басталатын. Алтыннан қымбатты, қорғасынан салмақты жан әпкем. Уақыт сырғи берді. Бір күн атам мен әжемнің үйіне келсем, біреу гүрсілдетіп отын жарып жатыр. Қараймын, таныс кісі болғанда өзімнің құлағы қайта естіген Ергешбай дәу мені көріп ыржия күлді. Сабағың қалай, Тайыр, деді сабы темір балтаны дөңбек ағаштың шекесінен тәкесімен қадап. Анадай жерде қалт тұрып қалдым. Сескенсем керек, үндемедім. Қорықпа, Тайыр, мен Ергешбай. Тіпті сен түгілі менен сиыр да қорықпайды. Қайта олар мені жақсы көреді. Сен сиырдан да қорқақсың ба немене, деді маған алдақандарын жайып. Жоқ, дедім мен жұлып алғандай. Қараша менің қарауын. Мен бәрібір қорықпаймын деп ойладым. Батыл адамдап Ергешбайға қарсы жүрдім. Ол маған қарай аңдады. Мінекей, дедім, ол балаша қуанып. Кел, Тайыр, бұдан былай дос болайық. Тәлтие тұра қалдым. Сұрасам ба, сұрамасам ба деп ойланып тұрмын. Жоқ, сұрау керек деп шештім. Сен тек шыныңыз айтыңыз, күміс әпкем жақсы көресіз бе? Жұрт солай деп айтады деп кекештеніп. Оң қолын маған ұсынып келе жатқан Ергешбай да қалт тоқтай қалып желкесін қассын. Мен бұл сұрақты күтпегені көрініпті. Жақсы көресіз бе дейсің, деді ол кібіртіктеп. Сонан соң, шын жақсы көремін, Тайыр. Сенен несіне жасырамын? Әттең күміс әпкең мұнда болғанда құлағым естімейтін. Енді келер ме, келмес пе? Қалада орналасқан адам даланың адамын менсінер ме? Деді ол түбіртекке сылқ етіп отыра қалып. Мен мұны Ергешбайдан күткен жоқ едім. Біз сол күні сол жерде бірі алып, бірі шынашақтай ғана екі адам мәңгілікке дос болдық. Ергешбай сәлден кейін қойын қалтасынан әлдебір түйіншікті суырып алды. Асықпай бипаздап оны жайды. Ең соңында қағазға құптап оралған суретті маған көрсетіп, бұрымын алдына салған күміс әпкем. Таңданып қалдым. Ергешбай жымиып отырып, Жомартпен кездескенін, оның осы суретті қақ бөліп жыртып тастағанын жырғылап айтып берген. Кел, қайта орал, дедік. Бәріміз әпкеме хат жазып. Ол оралған жоқ. Бәлкім ол Ергешбайдан да мықты жігіт тапты ма екен. Шіркін әпкем менің досымның қандай жақсы адам екенін білмейді ғой. Келіп көрсе ғой шіркін. Бірін-бірі жақсы көрсе, әпкем де Ергешбай да бақытты болар еді. Неге екені келмейді екен жан әпкем. Бізге өкпелі ме соншама? Оның неге келмейтінін біз әрине кейін білдік. Ол білгеніміз тым кеш еді. Ергешбай атам мен әжемнің үйінен шықпайтын болды. Бұрын әркімнің үйіне бір қонып жүретін ол енді тұрақты үй тапты. Атам да әжем де оны кеудесіне итермеді. Ергешбай пысық та еңбекқор екен. Алқа-салқа қораны бұзып тастап тамаша қора соқты. Сылағы түскен үйді қайта-қайта жөндеді. Отынды бұтап тау қылып алған. Әйтеуір атам мен әжемнің ошағының басына ұсынықты адам келгені бірден байқала бастады. Мен де Ергешбайдың шамам келгенше көмегімді тигіземін. Қазір ешкімнен қорықпаймын. Әлі мен Мейрам түгілі жоғары кластағы балалардың өзі менен жасқаншақтап жүреді. Өйткені мен Ергешбай сынды алып ағам бар. Оның күштілігі соншама, алып мәшіне басса да өлмеген. Ақыры күміс әпкемнен хабар да келіп жетті ау. Көптен бері хат жазбай қойған еді. Мен 1-ші класты аяқтайтын деп қалғанмын. 1 мамыр мейрамын қарсы алғанбыз. Қып-қысқа ғана орысша хат келді. Мазмұны мынандай екен. Тез жетіңдер, күміс ауруханада.
Мекен жайым көрсетіпті. Бұрын айтпай келген еді, тағы да бұл орысша хатты басқа біреу жіберіпті. Атам, әжем ергешпей дереу жолға жиналды. Ертеңіне көкем, апам, Тайнұр және мен дүрдие өсіп қалған Тарзан күшік бәріміз оларды шығарып салдық. Мен қалай сағындым десеңші әпкемді. Сағынғаным сол емес пе? Біздің ауылға 3 келетін автобустың бірде-бірін қалдырмай күтіп аламын. Олар жуық арада келе қоймады. Тек каникулға шыққан күннің ертеңіне келді. Әпкем жоқ. Бірақ Науат әжемнің қолында кішкентай бөпесі бар еді. Үшеуі де көңілсіз. Келгісі келмеген ме деп сұрадым Ергешбай ағадан. Үндемеді. Үйге кірген соң әжем мені құшақтай қарлығын күнмен жылады. Әжем-ау, жыламашы. Бүйтіп жылайтының бір күміс әпкемді әкелмедің бе? Мен барғанда қойырда қоймай алып келер едім, дедім шіңкілдеп. Әжем одан сайын жылады. Жоқ, енді бізге күміс әпкең жоқ. Құдай оны бізге көп көрді ғой деп келе жатыр еді. Манадан бері тұқырая төмен қарап отырған 80 атам ақырып жіберді. Тәйт, жылама. Ана сәбиге кесірің тиер. Енді жыладың не, жыламадың не? Соғыс жұтқан 3 ұлың келді ғой, ме? Күні түлен жылағанмен жоқ, Құдайға шүкір ет. Жамбасымыз қара жерге тигенше ана жаман немені аяғына мінгізіп кетелік. Шаңырағым ортасына түсіп 80 адам жойылды ғой деп ойлағанмын. Бұған да шүкір. Ертең бірдеңке болып кетсек, мына Ергешбай бар ғой, бұл да бір балам, шүкіршілік ет, деп орнынан ширақ тұрып далаға беттеген атам. Рас, әже, мен енді еш жаққа кетпеймін. Күмістің жоқтығын білдірмеуге тырысармын, жыламаңыз деп Ергешбай аға да тұрды. Жүр, Тайыр, көлге барып келелік. Өтірік, дедім айғайлап. Ергешбай сыртқа шыққан соң, өтірік. Күміс әпкем келеді, сөзсіз келеді. Көлге қарай құлан-перен жүгіріп келе жатқанымды білемін. Аяғым әлде бір түбіртекке соғылды. Кім білсін, баяғы күміс әпкем қалаға кеткенде соғылған түбіртек пе екен. Әйтеуір аяғым қан қақсап шыр айнала ұшып түстім. Бой көтерген ыран бетімді, мойнымды қытықтады. Күміс әпкемнің оралмайтын есіме түскенде аяғымның ауырғаны сап басылып жүрегім шымшып кетті. Жылап жатырмын. Аяғымның ауырғанына қарамай жерді тепкілеймін. Аз жыладым ба, кім білсін, көп жыладым ба, кім білсін. Әлде бір уақытта әулетті қолдар мені жерден тік көтеріп алды. Жылама, Тайыр, жігітсің ғой сен. Жігіт адам жыламас болар. Мен де жылағым келіп тұр, бірақ шыдау керек. Өйткені біз жігітпіз. Мен саған дос болдым. Енді күміс әпкең орын жоқтатпайтын ағаң боламын. Мақұл ма? Жыламаш енді, жыламаш. Ергешбай аға ғой, өксігім басылмай ықылық атамын. Сөйтіп жатып соның жүзіне көзім түсіп кетті. Жас тамшылар беттерін айғыздай ақты да менің бетіме тамды. Ал мен іштей күбірлеп сөйлеп келемін. Сау бол, әпке. Мен сені мәңгі бақи ұмытпаймын. Ергешбай аға, сіз де ұмытпайсыз ба, дедім дауыстап. Ол көз жасын сүртпеген күйі басын изеді. Алдымен жып-жылы саусақтар кекілімді тарады. Ып-ыстық ерін маңдайымнан өпті. Хош иіс танауымды жарып жібере жаздады. Түнде сен кинода ұйықтап қалдың. Жомарт ағаң сені қақпаға дейін көтеріп әкелді. Әпкемнің жібектей естілген үні әсем әнде естілді. Онда ол жақсы аға екен. Ішімнен ойға кеттім. Енді күміс әпкем бақытты болатын шығар. Мен Жомарт аға мәшинесіне мінгізіп алыс қиырға апарады. Сөйткенше болған жоқ, әпкем маған тосын хабар жеткізді. Бізбен бірге Майлыөзекке барасың ба? Қайыққа мінеміз, балық аулаймыз. Жомарт ағаңның айтуынша Айнакөлдегіде қарағанда онда балық та көп көрінеді. Ұшып тұрдым, бірден келістім. Сөйтіп мен аяқ астынан осылай өзекке баратын болдым. Тас түйін дайынмын. Қармақ, шанышқы, тор дегендей жабдықтарды дайындап үлгердім. Күміс әпкем ауыл сыртында шөп шауып жатқан. 2 күнге сұранып келіпті. Көрші үйден тауықтардың қыт-қыттап жанұшырған дауыстар естілген. Дәуде болса біреу қуып жүр. Қараймын, күнге шағылысқан бір жалтырбас бірде көрініп, бірде жоқ болады. Анықтап қарасам, Мейрам, өзіміздің тас қарашы, аяғына тимей зыр жүгіріп, жалғыз өзі бүкіл ауылды басына көтеріп жүр. Домалай жүгірген тас қараның қазіргі сәтте маған қарауға шамасы жоғын байқап тұрсам да, ішімді жарып бара жатқан мына қуанышымды қайткенде жеткізуім керек. Сонан кейін қызықпай көрсін. Бәлем, тәлтиіп тұрып қалып 4 саусағымды бірдей аузыма салып ысқырайын. Тыртық бет Мейрам көңіл аударған жоқ. Көріп тұрсың ғой, жұмыс істеп жатырмын, кедергі жасама дейтіндей. Бірақ оны да айтуға мұрсасы жоқ, білем. Жыртық бет, саған қызықтың көкесін айтамын. Көшенің басына көтере қытқыттаған тауық ұшқаннан ұшып шарбақтан бір-ақ асты. Түйме көзі жыпылықтап ол маған бір қарады да шарбаққа бір қарады. Тфу, қара сайтан. Жыртық беттің бұл ашуланған түрі. Қайраң, қарай көр, мені тіптен тыңдағысы да келмейді. Іскер бола қалуын, биік шарбаққа мысықтай өрмелеп бара жатқан Мейрамға ызам келді. Өз обалың өзіңе. Кешке таман Майлыөзектен көп балға келгенді бірақ көр. Кімнің іскер екені сонда белгілі болады. 2 қолымды алма-кезек сермеп, сызықтата ысқырып көшенің шаңын бұрқырата үйге қарай асықтым. Жомарт аға бізді ауыл сыртынан күтіп алды.
Мәшинесі қандай үлкен десеңізші. Жүдә зорға міндім кабинасына. Кабинаның іші даладай, үшеуміз еркін сыйдық. Жомарт аға әлденелерді айтады, сөзінің бірін естісем бірін естімеймін. Әйтеуір жалақтап күліп басымды изей беремін. Ауылдан 5-6 шақырым жердегі өзекке тез жетіп келдік. Өзек әжептеуір енді. Іскерін көрдің бе? Жомарт аға шешініп тастап, машина қорабын әлдебір затты түсірді. Насоспен желді айдап, енді 2 адамдық қайық пайда бола қалды. Кел тайыр, қыдырып келек деді. Қорқақтап тыраңдап зорға міндім. Үсті жап-жайлы. Жомарт аға ескекті құлаштай есіп жүйткісін. Екеуміз күліп айғайлап өзенді басымызға көтердік. Күміс, сен неге түспейсің? Түс қане деп қайта жағалауға жүзіп келген Жомарт аға. Әпке, келіңіз, қайыққа мінген ғажап екен деп әдепкеде ағамен қабаттасып айғайлап жіберсем де тілім тістей қойдым. Әпкем құныстығын көрсеткісі келмей тұр ғой, әйтпесе. Жүз алмаймын суға кетіп қалсам деп әпкем өтірікті сықпыртып жіберді. Әйтпесе суда балықшы жүзетін мен ғана білемін ғой, мен ғана. Әпкемді іштей аяп кеттім. Әгерге Жомарт аға кетіп қалса, Күміс әпкем бақытсыз болып қалады ғой, бақытсыз. Күміс, сөзді қойш, мен бәрін түсінемін. Табиғат жағасынан нәрсені немен несіне жасырасың? Біліп қой, махаббат ондайға қарамайды. Шешін енді, таяр екеу өзіміз ғой. Солай емес пе деп ол маған қарағанда разы пішінмен басымды изедім. Махаббат дегенге түсінбесем де, осы бір сөз өте ғажап сөз екенін сол сәтте жан жүрегіммен сезінгендеймін. Қазір деп Күміс әпкем де сыбырлай үн қатып, қалың қамыстың арасына жүгіре басып сіңіп кетті. Ойынымыз енді қызды. Жаңағы ма? Өзектің суын бұрқ-сұрқ қайнатып жібердік, әбден сілеледік. Өзеннің жағасының бір жақсы жері құмдауыт. Аяғыңа ештеңе жұқпайды. Күнде жоғары өрмелеген сайын қызуын мол шашты. Қызыл құмға кеудемізді рахаттана тосып жатырмыз. Күміс әпкем шаштарын тарқатқанда тура жерге бір-ақ жетті. Арқасын жапқан қалың шаш күн сәулесін шағылысып, жалт-жұлт ойнайды. Нарттай қызарған жүзі, нұр ойнаған қарақат көздері кімді де болса селт еткізіп өзіне қаратқандай. Атам айтқан ертегілердегі сұлу, су перісі осы менің әпкемдей болар. Ой, несін айтасың, менің әпкем әлемдегі ең сұлу жан ғой. Сол сұлулықты менен өзге Жомарт аға ғана көре білді. Байқаймын, әпкемнен көз ала алмай отыр. Далада жеген ас қандай тәтті, дәмді ет десеңші. Әрі су сорып тастаса керек, қарнымыз әбден ашыпты. Дастархан басында Жомарт ағаның бір ұнамаған жері арақ ішкені. Өз ішкенмен қоймай зорлап әпкеме де аздап ішкізді. Ал өзі үлкен стақанға толтырып алды да тартсын. Қабағын тыржита маған көзін бір қысты да, екіншісін тағы да соның артынан жіберген. Үйге жете алмай қалармыз деп сыпайы ғана жымиып әпкем. Қорықпа, бұл сөз бекен. Бұдан зорын ішсек те мұртымызды балта шаппайды. Онан да бүйтелік Күміс. Мына батыр қармағымен балық ауласын, ал біз қайықпен арғы жағаға шығып гүл теріп келерік. Мақұл ма, балақай? Деді ол көздерін тұмандана қарап. Мен басымды амалсыз изедім. Күміс әпкем көнбес деп ойлағанмын, үндемеді. Күміс әпкем ашық екен ғой деп ойладым тағы да. Ішім әлінен сезгендей ме, әйтеуір қызарып өртіп алған Жомарт ағаға сенімсіздікпен қарап қалыппын. Көңілді сөйлесіп, олар жағадан жайлап ұзай берді. Тайыржан, біз теріс ораламыз, сен көп балық аулап, сорпа жасаймыз деп Күміс әпкем сыңғырлай үн қатты. Тіктей жер тауып алдым да сол жерге жайғастым. Иірімі мол, қорқынышты тұс екен. Дегенмен бұндай жерде сазандар көп болады білемін. Қап балығым, қаба ғой деп қармағымды лақтырдым. Қалтқыға тыным жоқ. Мен бұл дүниені ұмытып балық аулауға кірісіп кеттім. Шында да қармағым майлы болып шықты. Сазандар бірінен соң бірін ұстадым. Әттең ауыз балпиған бір лақадан айырылып қалғаным-ай. Атама апарып берсер едім. Лақаның бір жақсысы қылтанағы болмайды, әрі еті жұмсақ. Бір шелек балықты сүйреп, машина тұрған тұсқа әзер әкелдім. Ішіне су құйып едім, жаңа ғана ауыздары болар болмас ашып жатқан сазандар кәдімгідей жаңғырды. Жападан жалғыз суға түсіп біраз уақыт өткіздім. Арғы жағаға мұқият әрі ұзақ қарасам да олар көрінбеді. Қайық қана тұр, бұлар неғып жүр деп ойладым. Гүл көп болар, әйтпесе келетін уақыты болды ғой. Күн қысуы да қайтты. Тоңайын деген соң құмға кеудемді тосып жаттым. Тұр ей деп біреу гүрілдеп. Ертегідегі дию келіп қалған ба деп шошып кеттім. Көзімді әрең ашсам Жомарт аға екен. Арақ иісі мүңкіп танауым жарып жібере жаздады. Ұшып тұрып Күміс әпкемді іздедім. Күміс әпкем қайда? Ха, бармақтай болып әпкесін іздейді. Анау отыр ғой кабинада деп сұқ саусағымен ол мәшине жақты нұсқады. Өзі мас сияқты тәлтіректеп зорға тұр. Көп ұйықтасам керек, күн ұясына жақындапты. Жомарт аға біртүрлі өкпелеп қалдым. Күміс әпкем неге қуып жіберген? Тез киініп кабинаға қарай жүрдім. Ішкі дүниемді қорқыныш кеулегендей. Әлдекім әулетті қолымен иығымнан ауырта ұстап еріксіз тоқтады. Жомарт аға, жұлқынып етім, көйлегім жыртып кетті. Жібер дедім қырылдай үн қатып. Өтірік күлгенсіді. Екінші қолымен қапсыра құшақтап өзіне қаратып алды. Мана қайырымды да көңілді ағайым орнында мүлде бөтен жан тұр. Қызарып өрткен. Әлденеге масаттанған. Көздері атамның үйіндегі бұқаның көздеріндей қып-қызыл болып шатынап өңменен өтіп барады. Байқа, деді ол зілді дауыспен. Түйілген күрзідей жодырағымен білеп алды. Байқа,
Күміс екеуміз ана жаққа бөлек кеткенімізді айтсаң бар ғой, мына өзекке әкеліп лақтырып жібере салам балақай. Солай, ал әпкең ұят намыс керек болса, өзі ешкімге айтпас. Бар. Біртүрлі есеңгіреп қалдым, біртүрлі нашар түс көріп жатқандаймын. Тырбаңдап кабинаға әзер міндім. Мінбес едім, әттең, онда әпкем отыр. Күміс әпкемнің жүзіне көзім түсіп кетті. Жылаған ба, көзі қып-қызыл, өзі әлденеге дір-дір етеді. Маған қарауға жасқанып теріс бұрыла береді. Ұрған ғой, иә, ұрған деген ой басыма сап ете қалды. Неге ұрады ол? Әпкемнің не жазығы бар? Ызалана өзеннің жағасында тәлтіректеп түрегеп тұрған еңгезердей жігітке жеркене ызалана қарадым. Жіберші әпке мені, оны үзіп итеріп жіберемін. Қазір деп мен қайта төменге түспекші болдым. Айналың Таржан, барма, ол өлтіреді деп әпкем солқылдап жылап жіберді. Түс әпкем, мына мәшинемен барғанша далада адасып өлгеніміз жақсы, деппін жалма-жан. Әпкем де қарсылық көрсетпей түсе бастады. Сөйтіп екеуміз қалың сексеуілдің арасына ене бердік. Көп ұзай қоймадық қой деймін. Қуғыншының гүжілдеген дауысы шықты. Ей, қайда кеттіңдер, қайда? Арыстандай ақырған ол бүкіл сексеуіл тоғайын басына көтерді. Тып-тыныш бола қалған. Дүрсілдете басын олай-бұлай жүгірген анық құлаққа шалынды. Бірдеңе деп сөйлеп жүргені байқалады. Сатыр-сұтыр еткізе бізге жақындаған. Мен әпкеме тығыла түсемін. Қалың қау болып өскен жыңғылдың арасында отырмыз. Сөздері анық естіле бастады. Шайтандар, малғұндар, тұра тұр. Ұстасам екеуіңді де өлтіремін. Қайда кетті? Тфу! Жуынып нем бар еді, бәрібір табамын. Әй, шық бермен, сепкіл бет. Жүрегім тас төбеме шықты. Әпкем дір-дір етеді. Жоқ, әншейін айтып тұр екен, сөйлеген күйі бізді жан түршігерлік жаман сөздермен былапыттап мәшинесіне қарай кетті. Мәшиненің дабыл қағарын аямай басты. Ұзақ. Сонсоң бірдеңе деп айғайлап, жынды адамша қарқ-қарқ күлді. Сол сәт оны қатты жек көріп кеткенімді сезіндім. Бір таң қалғаным, күміс әпкем бұрынғыдай емес, менен жасқаншақтап тұрған тәрізді. Бір уыс болып бүрісіп отыр. Іштей аядым. Гүр еткізе ол алып, мәшине бізден ұзай берді. Дабыл қағар үздіксіз бепілдеп, төңіректеп, азан-қазан қылды. Біз де жолға шықтық. Көп өтпей қараңғылықта пердесін түсірді. Ауылға дейін 5-6 шақырымдай жер бар. Кеудемді қорқыныш кеуледі. Жолдың екі жағы қалың сексеуіл. Осы өңірде қасқыр да, ши бөрі де көп деп еститінмін. Қанша сыр білдірмейін десем де жан-жағыма алақ-жұлақ қарай беретінмін. Ойлағандай, біраз жүргеннен кейін баладан жылаған ши бөрілер үн қатты. Қорықпа Тайыржан, ши бөрілер адамнан қорқады, деді әпкем менің қорқып келе жатқанын байқап. Өйтіп-бүйтіп дегенде түннің бір уағында ауылдың шетіне іліндік-ау. Үйге жақындағанда әпкем мені тоқтатты. Сен жігіт болдың ғой жаным. Мен үлкен қателік жасадым. Егер де мен жоқ болсам, атаңа әжеңе келіп тұр. Сенен басқа кімім бар? Мен бақытсыз жанмын. Мен деп сөздің ар жағын айта алмай, күміс әпкем жылап жіберді. Не де жұбатарын білмей қатты састым. Қайда кетесің әпке? Жомарттан қорқасыз ба? Әпкем тас қылып құшақтап жұбатып жатырмын. Аяқ астынан қайда кететінін білмей басым дал. Бақытсызбын деген естігенде денем түршігіп жылап жібердім. Әпкем де мен де бір-бірімізді жұбатып әрең басылдық. Ол мен үйге әкеп тастады, бұрын өйтпейтін, жанын алып жататын. Өзі болғысы келген болар. Апам сапар кесені шүпілдетіп қатық әкеліп берді. Әншейінде жалап шұқтап қояды, маған тамақ батпады. Үнсіз күйде масаханаға кіре бердім. Түнімен ұйықтай алмадым десем де болады. Көзім білінсе, қорқынышты түстер көре бастаймын. Әпкемді көремін. Ұзын шашынан ұстап, әлдекім сүйреп кетіп бара жататын. Біреулер терең суға басым тығып, мені тұншықтырды ма? Әпкем екеуміз жомарт үлкен мәшинесімен жаншып, жоқ қылып жібергісі келетіндей құтырына бізге төніп келе жатады. Не керек? Бірнеше рет шошып оянсам керек. Апам мен көкем қайта-қайта мен жанына келіп, апам айтады, бірдеңкеден қорыққан шығар, қорқытып құю керек. Ертеңіне келген дәрігер маған суық тиген деп тапты. Қайдағы суық? Дәрігерді білмейді екен-ау деп ойладым. Кешке дейін апам қасымда болды. Берген дәрісін ішпей тығып қойғым келді. Бірақ оған келе көнетін апам ба? Зорлап ішкізді. Ашсын-ай. Кешке қарай күміс әпкем келді. Тайыржан, жағдайың қалай? Деді мен маңдайымнан аялай сипап. Ыстық деймін, бетім шарпыды. Маңдайымнан сүйді. Жақсы деймін, мен де еркелей үн қатып. Сонан соң үнсіз қалдық. Әпкемнің жүзінде көңілсіз табы бары айқын сезіледі. Бір күннің ішінде ол маған қатты жүдеп кеткендей сезілді. Апам сыртқа шыққанда ғана ол үн қатты. Кешегі туралы көп ойлана берме. Қайтесің ойлап, Тайыржан? Жомарт жаман адам екен. Мен оған сеніп едім. Ол мені алдады. Өзінің үйі жары бары болып шықты. Қорқақ неме қаласына қашып кетті. Сен жақында мектепке барасың ғой. Саған сөмке, кітап алдым. Керемет бешпент, шалбар, бәтіңке сатып алдым. Мінекей көрші. Күміс әпкем әкелген бумасын ашты. Сөмке болғанда қандай жалтырап тұр. Дәптер, қалам бәрі бар. Барлығын ұмытып, ұшып тұрыппын. Көрдің бе мен әпкем қандай әйбат адам. Киіп көрші мына жейдені. Өзім тіктім, бешпент шалбарды да ки деп. Ол аппақ көйлекті ұсына берді. Лезде киіп қалдым. Қатып тұр. Құңқағары бар шәпкімді қисайта киіп, қоқаңдап олай-бұлай жүрмін. Бәрі шапшақ. Әпкем қалай білген, ә? Осы кезде үйге апам мен көкем кіріп келді. Үсті-басы сатпақ-сатпақ, інім Тайнұр тұр ентігіп. Пай, інің жарылқапсың ғой жүда, деп көкем маған таңдана қарап. Әне қара, тіптен қолдан құйып қойғандай шапшақ, күміс жанау,
Соншама шығынданып тіпті сөмкеге дейін сатып алыпсың ғой. Бұл апам. Қолдарын кеудесіне айқастыра салып маған мейірлене қарайды. Тайнұр сөмкеге жармаса береді, ұрсып тастадым. Мен енді үлкен жігітпін, мектепке барамын. Кіш, бүлдіресің тентегім, дедім Тайнұрға. Көздері жыпылықтап, біресе ол маған, біресе сөмкеге қарай берді. Осылай оп-оңып жазылып кеттім. Енді өз басыма жетерлік жұмыс табылды. Сөмкеме кітаптарымды салып іліп қойдым. Сонан соң ол бізді үйге 5-6 күн келмей қойды. Бірде таңертең ұйықтап жатқанымда біреу түртіп оятты. Әпкем ұшып тұрды, мені құшақтап біраз отырды. Тайыржан, әне күнгі айтқандай ұмытқан жоқсың ғой. Маған қара көздерін жас тола мөлдірей қарады. Мен ұмытқан жоқпын дегендей басымды шайқадым. Атаң мен әжеңе жиі келіп қарасып тұр. Бұған қосымша айтарым, сабағың жақсы оқы. Кейін үлкен болғанда мына әпкеңді ұмытпасаң деп сенемін. Екеуміз бірге жүрген күндерді ұмытпағайсың. Мен кетіп барамын. Қайда деп сұрама, хат жазамын. Әпкем осы сөздерді айтты да мені бір сүйіп тез бұрылып далаға беттеді. Бірдеңе айтуға үлгере алмай аузым ашылған күй тұрып қалыппын. Осыншама сөздерді неге айтты? Қайда, неге кетеді екен деп ойландым. Көздеріме жас толды, білем, жан-жағым бұлдырлап қоя берді. Мен осы сәт сүйікті әпкемді соңғы рет көріп тұрғанымды сезсемші, әттең білгенім де бар ғой, білгенде етегіне жабысып қалмас едім, жібермес едім еш жаққа. Сылқ-сылқ күлген күлгеш көлдің жағасында ұзақ отырғанда мінекей осылар еске түсті. Күміс әпкем екеуміз шомылатын жердемін. Шомылып болып осы биікке шығып алып әңгіме соғатынбыз. Бұл жерге тек екеуміз ғана келер едік. Енді жападан жалғызбын. Ішкі дүнием құлазып, көлге әлденем жоғалғандай тесіле қараймын. Ұмытпа деп көл де енді мұңды әуенмен ескертіп жатқандай. Әрине ұмытпаймын деймін іштей осы сөздерді бірнеше рет қайталап, орнымнан сүйретіле тұрып. Тексердің атамның үйі жағына қарай жүгіріп едім, аяғым онда басқысы келмеді. Өзімді өзім зорлап, жарты жолға дейін бардым. Бәрібір көзге көрінбес әлдекім кеудемнен итеріп алға басқызбайды. Әпкемнің кетіп қалғанына мен кінәлі сияқтымын. Тек қана кінәлі мен, тек қана мен. Ертеңіне ауылды дүрліктіріп, тағы бір оқиға болды. Әпкем қашып кетті деп айтқан Жомарт ауылға қайта келген болса керек. Қайдан кездескені белгісіз, ауыл сыртында Ергешбаймен жолығыпты. Жомарттың 2-3 бөтелкесі болады. Ергешбай падашы екеуі жақсылап тұрып ішеді. Ішіп отырған Ергешбай Жомарттың кабинасынан таныс суретті көреді. Ол менің әпкемнің суреті екен. Саңырау Жомартқа бір суретке бір алая қарайды. Суретті саусағымен меңзейді, ана қолын бір-ақ сілтейді. Ергешбай тағы да саусағын көрсетеді. Ана ұржындап өтірік күледі. Күледі әпкемнің суретін алып ортасынан бір-ақ бөледі. Ергешбай падашы қолындағы арағын Жомарттың басына шашып жібереді де жағасынан ала түседі. Жаны көзіне көрінген Жомарт зорт дегенде кабинасынан шыға қашады. Ергешбай қойсын ба, қуажан өледі. Есебін тауып, жылдам неме машинасына отырып алып жүре бергенде қолында пышағы бар Ергешбай дәу машинаның алдында көлдеңдеп тұрады. Ұсталса өлетінін біліп, Жомарт Ергешбайды қағып шалқасынан түсіреді де баса жаншып келген жағына тартады. Бір ғажабы Ергешбайға ештеңе болмайды. Алтын алып дөңгелектің ортасында қалған, ол өлдім ғой деп ойлайды. Серейіп ұзақ жатады. Bir кезде әлдене бетін жыбырлатады. Есін жиса, иіскеп тұрған өзінің күрең тораты екен. Аяқ қолын созып көреді, дін аман. Жақын жерден сиыр мөңірейді. Тас керең болған құлақ оны естиді. Желдің ызыңдаған сыбызғы үнін естиді. Атының тұяғының дүңкілін естиді. Алып адам үстіндегі шаң бұрқада секіріп қуансын. Мұның бәрін кейін Ергешбайдың өзі айтып берді. Ауылдың дүрліккені Ергешбайдың құлағының аяқ астынан ашылған еді. Кейін Ергешбай менің туған ағамдай болып кетті. Осы оқиғаны естіп, оған ішім жылып қалған. Кейін ол маған өзі жайында айтып берген. Әке-шешесінен Ергешбай ерте айырылады. Бұл өз дегендей, аз дегендей 10-11-дегі баланың құлағы естімей қалады. Ауыр суқадан емес, оқыс оқиғадан. Ергешбай ол оқиғаны маған тәпіштеп айтып берген. Ешкімі жоқ жетім баланы әркім жұмсайды. Кім жылы қараса, аяп тамағын берсе, оның үйінде жүреді. Бірде Айдарбек деген шопанмен кездеседі. Ол Ергешбайға атын мінгізіп жайлауға жібереді. Міндеті сондағы көмекші шопанмен бірлесіп 2-3 күн қой бағу. Іңір түскенде шопан ауылына әзір жетеді. Абалап иттер шығады мұның алдынан. Ат үркек екен, жалт бергенде бұл жерге топ етіп түсіп қалады. Тұра сала иттерден қорқып қашады. Оларға қызық керек, жабылып қуады. Үрей ұшқан баланы адым аштырмай қуып жетіп, кілең төбет иттер ортаға алады. Есінен адасып қалады. Түннің бір уағында әрең есін жинайды. Мұның бақытына қарай көмекші шопан тез келіп айырып алады. Ертеңіне ауруханаға жатады. Қатты қорыққаннан Ергешбайдың құлағы тас керең болып қалады. Емделе келе тілі шыққанмен құлағы естімейді. Бұл тас жетімнің өміріндегі көрген соққысының екінші үлкен соққысы еді. Алайда Ергешбай денелі алып болып өседі. Ауылда қандай ауыр жұмыс болса, сонда Ергешбай жүреді. Кейінгі жылдары сиыр бағып падаш атанады. Қымбатты оқырмандар, аудио кітап ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын.